Сәлем достар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біз видео сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бос уақыт. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на урок казахского языка. Мы продолжаем наши видеоуроки. Сегодняшняя наша тема – свободное время. Как говорил Карл Маркс, свободное время – это время, которое необходимо человеку для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободы игры физических и интеллектуальных сил. Итак, давайте начнем. Сен бос уақытында не істейсің? Чем ты занимаешься в свободное время? Сіз немен әуестенесіз? Чем вы увлекаетесь? Друзья, у каждого из нас есть свободное время. Поэтому на сегодняшнем уроке поговорим, как можно провести свободное время полезным для себя. Бос уақытымызда біріміз тауға шықсақ, біріміз шаңғы коньки тебуді, және де уақыт табыла қалса, кітап беттерінен көзімізді алмаймыз. Кейбіреуіміз спортпен айналысамыз, музыка тыңдап, ән саламыз. Ендеше сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Бос уақыт, свободное время. Немен, чем, айналысу, шұғылдану, заниматься. Немен айналысасың? Чем занимаешься? Жүзу, плавать, ән, песня, ән айту, петь, би, танцы, билеу, танцевать. Шаңғы, лыжи, шаңғы тебу, кататься на лыжах. Коньки тебу, кататься на коньках. Кітап, книга, оқу, читать, кітап оқу, читать книгу. Көру, смотреть, тыңдау, слушать, ойнау, играть, ұнату, нравится, ұнатпау, не нравится. Жақсы көру, любить, жақсы көрмеу, не любить, көлік жүргізу, водить машину, атқа міну, ездить верхом, теледидар, телевизор. А теперь, друзья, давайте составим предложение с новыми словами. Мен бос уақытымда отбасыммен демаламын. Я в свободное время отдыхаю с семьей. Мен бос уақытымда кітап оқимын. Я в свободное время читаю книгу. Мен бос уақытымда би билеймін. Я в свободное время танцую. Мен бос уақытымда ән тыңдаймын. Я в свободное время слушаю музыку. Мен бос уақытымда сурет саламын. Я в свободное время рисую. Мен бос уақытымда үйірмеге барамын. Я в свободное время хожу в кружок. Құрметті тыңдаушылар, артық болмас білгенің. Менің атым Айдана. Меня зовут Айдана. Мен 15 жастамын. Мне 15 лет. Мен бос уақытта теледидар көремін. Я в свободное время смотрю телевизор. Менің құрбымның аты Самал. Мою подругу зовут Самал. Ол бос уақытында кітап оқиды. Она в свободное время читает книгу. Мен спортзалға аптасына 2 рет, дүйсенбі және бейсенбі күндері барамын. Я хожу в спортзал 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Мен жүзумен айналысамын. Я занимаюсь плаванием. Ал Самал аптасына 2 рет, сейсенбі және жұма күндері йогамен айналысады. Самал занимается йогой 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Ол теннисті жақсы көреді. Она любит теннис. Жексенбіде таңертең Самалдың теннис сабағы болады. В воскресенье утром у Самала будет урок тенниса. Достар, басым көпшілігіміз уақыт деген ең бағалы байлығымызға мүлдем көңіл бөлмейміз. Уақыт алтыннан қымбат. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені. Сол үшін бос уақытымызды тиімді, пайдалы дүниелерге жұмсайық. На этом мы завершаем наш сегодняшний урок. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Қош сау болыңыздар.